келесі осы декатиленді бір алып қойдым. Яғни тамағым қысылып ауырып тұрды 3 күн бойы. 2 күн бойы ауырды, денем қақсады. Мен о кезде мұздай кола ішіп қойғам ғой. Кейін осындай бір декатилен алдым Зерде аптекасынан. Азында кешке түсте сорып жүрдім. Ну ничего, тамақты басты. И фурацилин. Обязательно алып қоям мен. Азында түсте кешке шайып, осыны тамаққа сорып пайдаландым. Яғни бұл да қышқылдау тәтті, бірақ көп те жей бермейсің да. Вот. Жоқ дегенде осындай үйде тұру керек негізі. Түнде ауырасың ба, азанда ауырасың ба, ештеңке білмейсің ғой мысалға. Далаға салқын желде шыға салып, бір салқын тиіп қалса бітті, ауыра саласың. Яғни иммунитет көтеру керек, Қазір мына шілде айы өте жаңбырлы болып кетті бізде. Израильде өндірілген екен. Балкан фарма, Разград ады, Болгария дейді. Осыны алып қойыңыздар деп кеңес беремін енді.